Бүгін ақпараттық коммуникациялық технология құралдарының инклюзивті білім берудегі маңызы тақырыбын өтетін боламыз. Инклюзивті білім беру барлық балаларды, соның ішінде ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды да сапалы біліммен қамтамасыз ететін жүйе. Ақпараттық коммуникациялық технологиялар инклюзивті білім беруде ерекше балаларға жаңа мүмкіндіктер ашып, оқу процесін қолжетімді және тиімді етеді. Акт құралдары арқылы көру, есту немесе сөйлеу бұзылыстары бар балалар оқу материалын тыңдап көре алады. Жеке оқыту бағдарламалары дислексия, дисграфия, дискалькулия сияқты оқу қиындықтары бар балаларға арнайы тапсырмалар ұсынады. Сенсорлық экрандар мен арнайы құрылғылар балалардың физикалық мүмкіндіктеріне сай оқу материалын меңгеруге көмектеседі. Видеоматериалдар, анимациялар мен мультимедиялық құралдар оқу процесін қызықты әрі түсінікті етеді. Оқушыларға өз қарқынымен білім алуға мүмкіндік беретін білім беру платформалары мен мобильді қосымшалар қолданылады. Қашықтан білім беру ерекше қажеттіліктері бар балаларға уақыт пен орынға тәуелсіз білім алу мүмкіндігін ұсынады. Акт құралдары мұғалімдерге әр оқушының оқу қарқынын бақылап, оқу процесін тиімді ұйымдастыруға көмектеседі. Нәтижесінде акт қолдану арқылы инклюзивті білім беруде ерекше балалардың өз потенциалын толық ашуына мүмкіндік туады.